Бәдір соғысы меккелік мүшриктер мен мұсылмандар арасында болған алғашқы соғыс. Бұл соғыстың сарбаз жағынан да, қару-жарақ жағынан да күштер арасында тепе-теңдіктің болмады. Ерте кезде жекпе-жекке шығу дәстүрі болды, екі жақтың мен деген батырлары. Соғыстан бұрын жасақтардың алдында жекпе-жек ұрысқа шығатын. Бәдірде де солай болды. Мүшриктер Утба, Шайба және Утбаның ұлы Уәлид сынды текті әрі жауынгер 3 адамын алға шығарды. Олармен жеке шайқасу үшін ортаға шыққан ансарлық 3 кісіні. Біз Мәдинаның батырақтарымен және қойшылармен шайқаспаймыз деп келіспеді. Сонан соң Хазірет Хамза, Хазірет Убайда және Хазірет Али үшеуі. Хазірет пайғамбардың бұйрығымен алға шықты. Хазірет Алидің қарсыласы Уәлид болды. Осы жекпе-жекте Хазірет Али Құрайштық айтулы қаныпезер. Исламның қас дұшпанын Уәлиді өлтіреді. Хазірет Хамза мен Хазірет Убайда да жараланғандарына қарамастан қарсыластарын өлтіргесін, мұсылмандардың онсыз да көтеріңкі көңілі одан сайын жадырап сала берді. Бұған қоса Бәдір соғысына да ол кездегі майданда өте маңызды қызмет саналған. Байрақты алып жүру міндетін Алла Расулының өзі арнайы Хазірет Алиге жүктеген. Сондай-ақ осы соғыста пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің Зүлфихар деген қылышын Хазірет Алиге тарту етті. Али радиаллаху анху ол қылышты өмірінің соңына дейін ұстаған. Ухуд соғысында Хазірет Али ең қиын сәттеде Алла Расулының жанынан ажырамаған, оны қорғаған және пайғамбарымыздың тісі сынып алған жарақатынан кейін Хазірет Фатимамен бірге оған жәрдем көрсеткен, бетінен аққан қанды жуып тазалаған. Хазірет Али осы соғыс жайындағы бір естелігінде былай дейді: ұрыс кезінде бір уақытта Алла Расулынан көз жазып қалдым. Өлгендер арасына қарадым, ол жақтан да жоқ болды. Сосын өзіме өзім, уаллахи, Расулалла соғыстан қашпайды дедім де. Шамасы мына біздің ісімізге Алла ашуланып, оны өзінің қасына алған шығар деп ойладым. Сөйттім де енді мен үшін соғысқаннан басқа қайырлы нәрсе жоқ дедім. Қыннан суырып жауға бас салдым. Олар менің келгенімді көріп, ортадан қақ жарылғанда бірақ байқадым. Расулалла солардың қоршауында екен. Ал Хәндәк соғысында Сәлман Фарисидің ұсынысымен Мәдинаны айналдыра ор қазып, жаудың Мәдинаға бірден кіріп келу жолын кесті. Бұл соғыста да тап Бәдірдегідей жекпе-жек орын алғанын көреміз. Ол былай, арабтар арасында 1000 сарбазға тең саналған Амр ибн Абдиуд. Астындағы атын тебініп ордан қарғып өтеді, және кім маған қарсы шығады деп мұсылмандар жағына дауыстайды. Сосын сендердің сенімдерің бойынша шейіт болған адамның жәннатқа кіретіні қайда? Неге маған қарсы біреуін шығармайсыңдар дейді. Али бірден мен шығайын, уа, Расулалла дейді. Расулалла отыр деп жауап қатады. Тап осылай 3 қайталанғанда да Хазірет Али мен дегеннен танбайды. Алла Расулы оның Амр екенін білесің бе деп Хазірет Алиге сұрақ қояды. Хазірет Али шексіз сеніммен Аллаға берілген пішінде бола берсін деп жауап береді. Амрға қарсы атылып шығады. Амр жекпе-жекке шыққан Хазірет Али екенін көріп, мен сенің қаныңды төккім келмейді дейді. Бірақ Хазірет Алиден ал мен Аллаға ант етейін, сенің қаныңды судай шашқым келеді деген жауап алған соң жекпе-жек басталады. Ақыры Алланың бұйрығымен Хазірет Али арабтар сарбазға тең деген Амрды өлтіреді. Қорыта айтқанда Алла Расулы оған риза еді. Науқастанған кезінде оған сүйеніп мешітке барды. Қайтыс болған кезінде де жерлеу істерінің бәрімен тікелей Али радиаллаху анху айналысты. Алидің радиаллаху анху халифа болып тағайындалуы ислам тарихының ең күрделі кезеңіне сәйкес келді. Хазіреті Осман шейіт етілгеннен кейін ислам үмбеті басшысыз қалып қойды. Жан-жақтан анталаған бүлікшілер өздерінің ыңғайына бағындырып, ырқына көндіріп өз мақсаттарын жүзеге асыру үшін тез арада халифаның тағайындалуын талап етті. Халифалықты мойнына алуға ешкім тәуекел жасай алмады. Осы кезде Мәдина халқы бүліктің ұлғайып кетпеуі, мұсылмандардың арасындағы бірліктің сақталып қалуы үшін халифалыққа ең лайық деп Хазіреті Алиді таңдады. Өйткені ол әрі Шура мәжілісінің мүшесі, әрі пайғамбарымыздың немере інісі, исламды алғаш қабылдаған және ислам дінінің жайылуына теңдессіз үлес қосқан. Ұрыстарда шыбын жанын аямай шайқасқандардың бірі болатын. Бұған қоса оның дариядай терең білімі, ақылы мен кең парасаты, өте құнды фиқх білімін меңгеруі,
Бұл орынға оны ең лайық деп табуға негіз болды. Мәдина халқы жиналып оған халифа болуды ұсынған кезде, ол: «Сендерді басқаруға құмартып тұрғаным жоқ. Мен үшін басшылықтан кеңесші болған артық. Мен үнемі өздеріңмен біргемін. Кімді тағайындасаңдар да мен соған разымын» деп өзінің ойын білдірді. Бұл кезде бүлікшілер тез арада халифаның сайлануын, егер сайланбаса, Әли және Зүбәйір іспетті сахабаларды өлтіретіндіктерін айтып қысым жасады. Сахабаларға қоса бүкіл халық жиналып, Хазіреті Әлиге жағдайдың қиындай түскенін алға тартып, оны халифа етіп тағайындайтындықтарын айтты. «Әли, менен аулақ басқа біреуді таңдаңдар. Неге десеңдер, сондай қорқынышты, сондай дүлейлі бір жағдайдамыз. Мұның қилы жақтары мен түрлі астары бар. Бұған ешбір жүрек шыдай алмайды, ешбір ақыл ойда тосқауыл бола алмайды» деді. Ақыр соңында ислам үмбетінің бірлігі үшін бұл қиын міндетті нар Әли өз мойнына алады. Бар ерік жігерін бүлікті тұншықтырып, бірлікті тірілтуге жанын салып, ақылы мен батырлығын және тәжірибесін қолданып бақты. Халифа Әлиге қарсы шайқасқандардың мақсаттары: Осман Зулнурайнды шейіт еткен бүлікшілерді тез арада тауып жазаламайынша, оған бағынбайтындықтарын білдіруі болды. Хазіреті Әли мұны істеудің мүмкін еместігін, орталық ислам билігінің әлі де әлсіз, керісінше бүлікшілердің ықпалының күшті болып тұрғандығын айтып, бұл істі уақыт оздырып қана шешуге болатынын көлденең тартып, оларды бағынуға шақырған еді. Оның халифалығы 4 жыл 9 айға созылды. Хижра жыл санағының 40 жылы, Рамазан айының 17-сінде, жұманың таңында таң намазын оқуға шыққан Хазіреті Әли Харижит Абдурахман ибн Мүлжам улы қылышымен басынан жарақаттады. Соның салдарынан 63 жасында Әли де өтті дүниеден. Ислам үмбеті арыстан жүректі, даналық дариясы Әлисіз қалды. Саңлақ сахабалар кітабына